Күйеуі Мариямды бейшара ауыл қызы деп атады. Бірақ оның әкесі қалдырған миллиондаған мұраның жалғыз мұрагері екенін ол білмейтін еді. Нұрлан өзін әрқашан жолы болған еркек деп санайтын. Сәтті мансап, қымбат костюмдер, қаланың көрінісі бар мейрамханалардағы сәнді кешкі астар, бұның бәрі оның күнделікті өмірінің бір бөлігіне айналған еді. Және оның әйелі бар болатын. Ауылдан шыққан қарапайым қыз Мариям. Оны қалаға алып келіп, ертегідегідей өмірге жетелегендей сезінетін. Бірақ ол жыл өткен сайын Нұрланның ашуланшақ мінезі арта түсті. Оның қарапайымдылығы, жоғары ортада өзін еркін ұстай алмауы, ескі заттарға деген ықыласы бәрі Нұрлан үшін ұят жағдайға айнала бастады. Мариям үндемей шыдайтын. Нұрлан оны әке-шешесінің үйінен әкеткен күннен бастап өзін бұл жаңа өмірден бөтен сезінді. Бірақ бәрінен қиыны енесі Хадиша еді. Салқын көзқарасты, уытты тілді әйел. Ештеңе түсінбейсің деп айқайлайтын. Хадиша әр кешкі аста. Тағы да тұзды тым көп қосыпсың деп бет беріп табақты итеретін. Не күтуге болады ауылдан келген қыздан? Қолынан келетіні картоп қазу ғана. Мен тырыстым деп сыбырлайтын Мариям. Тырыстың ба деп мазақтай күлетін Хадиша. Саған лайықты орын мал қорада лай илеп отыру. Нұрлан жай ғана күлімсірейтін. Қайтеміз, ауылдан келген ғой. Мариям іштен тынып үнсіз жұтатын. Бізді ұятқа қалдырасың. Қонақтар келгенде Нұрлан одан алдыңғы қатарға шықпа деп өтінетін. Достарымның алдында мені ұятқа қалдырма, жай бөлмеде отыршы, дейтін қысқа ғана. Бірде Мариям Нұрланның жұмыстағы шарасына қарапайым көгілдір көйлек киіп барған. Мына түрің не, бабаңның сандығынан шыққан киім киген дейсің, деп дүрсе қоя берді Хадиша. Нұрлан қысылып, жымиып, кешіріңіздер, әйелім білесіздер ғой ауылдан келген. Қонақтар жоғарыдан менсінбей күліп отырды. Ал Мариям жерге кіріп кеткендей болды. Сен тіпті балада туа алмайсың. Мариям 3 айлық жүктіліктен айырылғанда Хадиша тіпті аяушылық білдірмеді. Бұндай әйелдерден бала тұрмайды. Нұрлан, өз теңеңді алуың керек еді. Мына қыз емес. Нұрлан оны қорғап, бір ауыз сөз айтпады. Тек күңк етті. Жарайды, бәлкім бір күні тағы көтеріп қаларсың. Сенен ештеңе шықпайды. Мариям бұл сөзге де үйреніп қалған. Көлік аламыз деп шешім шығаратын Нұрлан кеңеспей-ақ. Ана ауданға көшеміз дейтін Хадиша. Сен мен айтқан киімді ғана киесің дейтін Нұрлан бұйырып. Бір күні Мариям батылданып, мүмкін мен курсқа барып көрсем бе, оқып үйренгім келеді деді. Сен бе? Күліп жіберді енесі. Саған сауында сиыр сауып жүрген жарасады. Оқудан не шығады? Нұрлан маңдайына саусағын шошайтып, есі дұрыс емес дегендей белгі берді. Неге мынау тасбақадай жүресің? Деп бір таңертең айқайлап жіберді бейшара ауыл қызы. Мариям алжапқышына қолын сүртіп жатқанда есік қоңырауы шыр етті. Есіктің ар жағында қымбат костюм киген, қолында былғары портфелі бар сымбатты ер адам тұрды. Сіз Мариям Әбдірахман қызысыз ба? Менің атым Данияр Қуанышұлы. Мен адвокатпын. Мен сізді 1 жылдан астам уақыттан бері іздеп жүрмін. Мариям орнынан қозғала алмай абдырап тұрып қалды. Мені, бірақ не үшін? Тамақ Нұрлан. Кешке таман Нұрлан үйге келді. Әдетінше ашулы, бір нәрсеге көңілі толмай. Кофе қайда деп айқай салды. Сағат 6-да келем дедім ғой. Мариям тыныш қана стол басына отырды. Көзі жай ғана күйеуіне қадалды. Бүгін кофе қайнататын күн емес. Бүгін мен сенімен сөйлескім келеді. Саған кім рұқсат берді менімен осылай сөйлеуге? Деп Нұрлан қабағын түйіп жақындады. Не болды саған? Ештеңе болған жоқ деді Мариям сабырмен. Жай ғана мен оянып кеттім. Иә, мен енді бұрынғы Мариям емеспін. Саған үнсіз бағынатын, анаңның алдында жылап отыратын, өзі арманы мен құқығын елемейтін әйел енді жоқ. Сен есіңнен адастың ба? Жоқ. Есімді енді жидым. Бүгін мені адвокат іздеп келді. Әкем қайтыс болыпты. Және ол маған бәрін мұра етіп қалдырған.
Нұрлан бір сәт естімегендей тұрды. Сосын күлкімен: «Қайдағы мұра? Сенің әкең жай ғана ауылдың қарапайым кісісі еді ғой». «Иә, бірақ ол бүкіл өмірінде еңбек етіп, маған бәрін қалдырып кетіпті. Енді мен пәтердің, жердің, зауыттың иесімін. Ал сен тек менің күйеуімсің. Және әзірге». Нұрлан енді шын қобалжи бастады. «Мәриям, бұл сен дұрыс іс түсінбеген шығарсың. Мен сені сүйем ғой. Сен менің әйелімсің». «Жоқ, Нұрлан, сен мені ешқашан сүймедің. Сен мені мазақ еттің. Сен мені өзіңнен төмен санадың. Тіпті құрметтемедің де». Осы кезде үйге Қадиша кіріп келді. Басын орамалмен жауып, сөмкесін лақтырып: «Тағы кешкі асқа ас жоқ па? Бұл не масқара?» Мариям орнынан тұрды. «Қадиша апа, енді сіз маған бұлай сөйлеуге хақыңыз жоқ. Бұл менің үйім. Және енді сіз бұл үйде қала алмайсыз. Ертеңге дейін көшуіңізді сұраймын». «Не? Сен маған бұйрық беріп тұрсың ба, ауыл қызы?» «Жоқ, мен сізге талап қойып тұрмын. Бұл үйдің иесі менмін. Мұрагерлік құжаттар осында. Сіз мені 3 жыл бойы кемсітіп келдіңіз. Енді мен ештеңеге міндетті емеспін». Нұрлан анасына қарап, не айтарын білмей қалды. «Мәриям, тыңдашы». «Жоқ, енді мен сөйлеймін. 3 жыл бойы мен үндемедім. 3 жыл бойы мен бейшара деп атадыңдар. Бірақ мен бейшара емеспін, мен батылмын. Мен өз күшімен өмір сүруге дайынмын. Енді мен өзім үшін өмір сүремін. Ал сендер менің өмірімнің бөлігі бола алмайсыңдар». Келесі күні Қадиша үнсіз жылады. Бірде-бір сөз айтпады. Тек көзімен істеріне қарап шықты. Нұрлан кетер-кетпесін білмей күйіп пісті. Бірақ Мариям оған еш мүмкіндік қалдырмады. Ол адвокатымен бірге некені бұзу туралы құжаттарды дайындады. Бұдан былай ол өзінің жолын жалғыз жүретініне сенімді еді. Бір айдан кейін Мариям өз өмірін жаңадан бастады. Ол өзінің зауытын дамытуға кірісті. Жаңа қызметкерлер алды. Ескі ғимаратты жөндеді. Жер телімдеріне бақша салып, ауылдағы ағайындарға жұмыс ұсынды. Қарапайым ауыл қызы емес, мықты бизнес ханымға айналды. Бірақ ішкі жан дүниесі сол баяғы қарапайым жылы шынайы күйінде қалды. Бір күні ол өзінің мектебіне қайтып барды. Оқушыларға сабақ берді. Жас қыздарға шабыт сыйлады. «Тәте, сіз сонда байсыз ба?» деп сұрады бір қыз. «Байлық ақшада емес, қызым», деді Мариям күліп. «Байлық жүректе, сенімді және намыста». Залда тыныштық орнады. Бұл бәрі үйіп тыңдап отырды. Мариям сахнада емес еді, бірақ дәл сол сәтте ол өмірінің шынайы сахнасында тұр еді және өз рөлін керемет орындап жатты.